Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті оқырмандарым. Сіздермен Мерей. Бүгін мен сіздерге өзімнің сүйікті пирогым, творожный пирогтың рецептін ұсынамын. Бұл жолы мен әсемдік ретінде беземен гүл жасап, әсемдеп шықтым. Маған ұнады, өте дәмді болып шықты. Ауызда еритін пирог десем де болады, міндетті түрде жасап, менің каналыма жазылып, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Алдымен біз қамырын дайындаймыз. Қамырына мен песочный қамыр қолдандым. Бір ыдысқа електен өткізілген ұнды саламыз, оның үстінен салқын сары майды саламыз. Майды мен морозильниктен алдым. Міне осындай бізде крошкалар шығуы қажет. 4 жұмыртқаның сарыуызына шекер саламыз, оны венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Яғни біздің шекеріміз осы жұмыртқаның ішінде еруі қажет. Ерігенше қаттырақ араластырамыз. Міне дайын болған жұмыртқалы массаны жаңағы дайындап алған қамырдың үстіне саламыз. Оның үстінен қопсытқышты салып, қолымызбен қамыр илейміз. Міне осындай жұмсақ, нәзік қамыр шығады бізде. Осы қамырды алып, таза пакетке саламыз және мұздатқышқа 20 минутқа салып қоямыз. Арасына салатын салмамыз құрғақ сүзбе қолдандым. Менде сүзбе ірі болғандықтан мен блендермен езіп алдым. Шекерді, жұмыртқаны салып, және мен кішкене дәм беру үшін ванилин қостым. Барлығын блендермен езіп аламыз. Пирогқа керек заттардың барлығын видеоның астына, яғни описаниеге жазып қоятын боламын. Міне осындай масса шығады. Мұздатқыштағы қамырды аламыз, формаға салып, қамырымызды жайып шығамыз. Менде 24 диаметрлік дөңгелек форма. Сіздер үйде бар 4 бұрышты форма болса да жасауға болады. Қамырдың арасына қопсытқыш қосқандықтан қамырымыз көтеріліп піседі. Сол үшін біз вилкамен тесіктер қалдырамыз. Творожный массаны құямыз, бір келкі етіп тегістеп аламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Беземізді дайындаймыз. Жаңағы 4 жұмыртқаның ақ-уызын алып, таза құрғақ ыдысқа саламыз. Жұмыртқаның сарыуызы түспеуі қажет. Осылай ағара бастағанда шекерден аз-аздан сала отыра миксерлейміз. Миксердің жай жылдамдығынан жоғары жылдамдығына қарай миксерлеп, беземізді дайындап аламыз. Шекерді ара-арасында сала отыра миксерлейміз. Міне біздің беземіз дайын, осылай өз формасын ұстап тұруы қажет. Ыдысты видеодағыдай жасағанда ағып кетпеу қажет. Безені сәндетіп құю үшін кондитерлік қапшыққа насадка қоямыз. Гүлді насадканы қойып, барлық беземізді құйып аламыз. Егер сіздерде кондитерлік қапшық пен насадка болмаса, жай безенің өзін құюға болады. Міне 15-20 минут тұрған пирогты аламыз. Оның үстіне осылай видеодағыдай етіп, безені сәндеп құйып шығамыз. Жаңағы 180 градус қызып тұрған пешке 15-20 минутқа салып аламыз. Міне достар, біздің пирогымыз пісіп шықты. Безе 2 есе көтерілді. Бірақ суығаннан кейін басылады. Толықтай суытып алып, пирогымызды кесіп көреміз. Жұп-жұмсақ, нәзік болып шықты. Дәмі дәмді. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес етемін. Және менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Хош, сау болыңыздар.